Ол кім? Айко айтып жатыр да мына жерде не дейді? Айко Наоро деген ол Руслан табақтасы ұрыспаларына шығармайды дейді. Көреміз, шығармайды. Сонша халық отыр. Инстаграмнан тамағынан буып қалса болды. Көреміз, өтеп қайтты қандай жігіт екенін. Біз ғой кісіңті, иә, осының арқасында. Осының арқасында білеміз, сөйтіп жайлап арқасы ашыла бір ызбаланың күйесі барлық адамға жағылайын деп тұр ғой. Жоқ, масқара болайын деп тұр ғой мына жерде. 2025 жыл маска ашылатын жыл болып тұр ғой блогерларға. Сұмдық жыл болып тұр ғой. Өздеріңіздер анау кім бар ғой? Кім Жанат, ойбай, аты кім еді Құдай. Жанат бірдеңке деген кісі бар ғой. Бұрын журналист болып қазір ойбай бір не қалай? А? Жанат Бақыт бет? Кім? Не журналист па? Жоқ. Жанат Бақыт, мені қыздар білеткен Жанат Бақыт деген. Ол бұрын журналист болған. Сонымен қазір ол просветленная болып, в общем, Құдай, қалай түсіндірсем ол, в общем, Құдай жоқ дей ма, білмеймін, бір тәңір дей ма, білмеймін, сондай бірдеңкені айтады ол кісіші. Сол негізі биыл көп адамның маскасы ашылады, түсінген ырыспаланы не деп айтқан, маған бір қыз жекеңізге жазам деп еді, жазбады. В общем, ырыспаланы плотно халық өзі, в общем, жерге тат деген дейма, сондай бірдеңкені айтыпты. Осының алдында айтып кеткен ғой қыздар. Бұл тема көтерілмей тұрып айтып кеткен ғой ол. Әлі ырыспала туралы ешкім айтпаған кезде айтқан. Прикиньте? Иә, ол числомен, немен суретін болып тұр ғой, датасымен, туған күнмен. Білмеймін, сондай бірдеңке. Мынау бізде сасық бірдеңкелер дейді. Искеп келдің ба не баха? Біздікін. Дәретімізді алып. Мынау кейін келесін ау. Плотно искептің сияқты оны. Нарада сосын нендегеге жол бермеңдер қандай. Ана жақтікі, мына жақтікі деп бөлуге ше. Иә. Сосын андай тәңірші ма дейсіз ба, оны да қозғап кел жоқ, әркім өз таңдайды. Жоқ, мен оны қозғап атқан жоқпын, просто кім екенін түсіндіре алмай жатырмын да. Сол кісі негізі білесіңдер ма? Мен ол ана тәңірші жағын қолдамаймын, бірақ өте сауатты кісі ғой. Мен соны бар ғой, неге сондай болды деп мен ойлап қалған басындашы, мына кісі күшті, сауатты еді ғой деп. Может енді өзі сондай не істеген шығар, білмейміз ғой енді. Жоқ, Русланнан басқа жақсы журналистер жоқ па не біздің Қазақстанда? Бетке ұстарымыз, прикинь, Назёка сол ғана болып тұр ғой. Бұл ғана ма сонда? Соны мен айтып жатырмын да, Құдай-ау, қандай шанс, иә? Міне қандай шанс жарып шығатын. Неужели бізде бір жас, бір андай голодный журналистер болады ғой, бір шындыққа түбіне шейін. Мені де қолдамай қойсын, ырыспаланды да қолдамай қойсын. Прямо ана түбіне шейін қазатын, бір неужели бір тек сауатты адам жоқ. Жан Ахмадиевті көрейік. Ойбай. Кетеді ғой. Жан Ахмадиевтің бір несін прикол қыламын деп, соның сестренкасы деп шыққан жоқ па құрсын? Анау білесіздер ма? Анау ше Әділет деген, Әділет деген жігіт бар ғой. Әділет деген адвокат. Қайсысы? Күшті жігіт ол да нақты тапит етеді. Адвокат қой Назерке. Болмай ма не оған не? Не что ол да шығарып жатыр? Инстаграмда неше? Жоқ, неге болмайды? Болады, YouTube каналды ашып, не даты, ашық сұхбат жүргізіп, 5-6 нені бетке ұстар юрист отырысып қояйық, шындығын әділін солар айтсын. Дина төлеп берген бар екен, кім? Дина деген де күшті айтады. Вот Айгүл Орынбек ұнайды маған. Сол кісі бар ғой, вообще сойып айтады. Мықты Айгүл Орынбек, мықты. Гүлмира Әбіқай кімнің подружкасы ғой? Жан подружкасы ғой, ырыспаланың. Шымкент тартып кетеді, болмайды. Дина төлеп берген. Ой, ондай мен айналыспайды. Жоқ, Айгүл Орынбекті танитындар бар ма? Давайте біз битик ертең. Күшті ол. Битик, Руслан Өтепбайға қалай шықтық бәріміз. Давайте онда Айгүл Орынбекке шығайық. Ол еще білесіңдер ма, қыздар? Ол еще білесіңдер ма, кімді тапит етіп жүр, айдың нұрын тапит етіп жүр, соның қорын тексеріңдер деп. Балғынбекті де тапит етті ол кісі. О, давайте. Красавчик. Қыздар, ертең давайте битик сағат 10-11-ден бастап сол кісінің инстаграмына бәріміз жазайық.
жазайық. Бүйтіп жазайық. Білмеймін енді Диконың видеосын көріңізші деп жазамыз ба, или қалай жазамыз, или осы мәселені көтерейікші деп жазамыз ба? Иә, Сол көмектесін. Дико мына Гүлеке Қасымтегі деген кісі де қарсы орыс балаға, білесіздер ме? Ол кім? Ол кісі Ол да журналист па, заңгер журналист ма? емес ол кісі. Журналист емес ол кісі. Гүлеке деген кім? Саясаткер ондай. Ол осы басында Саматты бәрін ашкерелеген негізі, оны тыңдамады ешкім. Онда соған жазыңдар оны. Гүлеке деген кім ол? Вообще есіме түсіп тұрған Оған да жоқ. айта берейік та. Гүлеке Қасым. Гүлеке Қасым көз Гүлеке ашық кісі ол. Қасымтегі дейді. Опишите түрін, опишите. Тиктокта отырады постоянно. Қазір жіберемін саған Дико ссылкасын. Шашы қоңырлау келген кісі ма? Активист? Иә, Меруерт Түсіпбаевамен бәрімен қырылып Все, түсіндім, білем. Ол кісі да мощный кісі, бірақ білмеймін енді ол кісі ондай темаға қарай бара ма, бармай ма? Көтеріп пе вообще ондай теманы? Дико Ұрыспаладан бастаған екен жайлап шыға береді. Ол кісі ең бірінші болып көтерген осы ұрыс баламен. Руслан айтып күтсейші до конца. Күтейік. Сол кісінің шынайы екенін көреміз. Шынайы адам ғой негізі. Мына жерде біреу өліп баратыр, Диконың парақшасын көр деп айт деп қоя ма дейді. Енді менің парақшамда видео тұрған көре саған оңай ма? Или деп түсіндіріп отқан оңай ма? Қатырады мыналар. Онда менің видеомды скачать етіп алыңдар да, видеосын жібере салыңдар. Тура осы сөзді біздің Шымкенттің әкімі айтып еді. Біреу ана колодусқа да коробка қойып қойыпты, карман. Бүгін айтып еді сонша, есі жаңа қатып күліп еді. Сөйтсе қасындағы жүгіртектер ше, сурет жаңағыдай скачат қылып суретке түсірген да, қатып қойдық деп темірді жіберіп жүрген ғой. Ана біздің Шымкенттің әкімі барған ғой сөйтсе, кардан тұрған ғой, ана жерде жазып қойған ғой. Мә дейді, үйтіп істемеңдер деп жатыр да, тура Шурик, Никулиндегі Шурик бар ғой дейді. Тура сондай болып, ондай керек емес дейді. Тура аз сен сөзің соған сәйкес келді. Бір күліп алды өзі қарқылдап. Әбден прикол болыпты ғой. Жарайды, қазір кірем Дико, если что. Давай. Сағат 12 болыпты. Қыздарики, давайте демалайық. Ертең сағат 11-де. Сенде 256 адам отыр ғой әлі тыңдап сені, Дикоштай. Құрсын, не айта береміз? Аузымыз көпіріп бітті. Дико. Мен личкаға жазып қарайсың. Аха, не ғой? Ау. Қай жақтансыз деп сұрап жатыр, айтып таныссаңшы бір ауызына. Мен айттым ғой, Астанаданмын, менің 3 бала шағам бар, байым бар. В общем, байыма айттым, мені асырайсың, мен ырыс баламен алсам дедім, в общем. Мыналар маған күн бермей жатыр, они меня унизили дедім ғой, сөйтем, дерзай, детка деді ол маған. Молодец. Аха. Болды, сол. Бір ай мені асырап берші дедім. Молодец. На, жігіт. Аман болсын, қыздар түнін тыныштығын берсін. Бақаны қосыншы ұрсайық дейді. Ол бейшара ұрсамайды да ғой, боқтағаннан басқа. Мен бар ғой, нормально сөйлесіп, адекватно сөйлесетін адамдарды қосам. А бүйтіп, мен сен бүйтесің, маған кере жоқ ондай әңгіме. И бетін ашса, вообще қосатын едім. Бақа бетінді ашасың ба, қосам, смело. Өзің түріңді көрсетіп қойсайшы хотя бы. Қыздар, өтініш сендерден 32 плюсті басып отырыңдаршы. Саған пайдасы бар кім, Дико? 32 плюс дейді. Бәсе мен осы 32 плюс не екен түсінбейтін ғой. Не үшін жазады осында 32 плюс деп. Сөйтсем мені ойлап жазып жатыр екенсіңдер ғой, жәндерім. Сен үстіңен андай жазса да кетпейсің да тұрады. Мен соның басын түсінген жоқпын ғой. Мен вообще тикток түсінбеймін. Бағанға жібермейді да, сенгі осылай тұрады. Сен аналар неге шықса да, шабуыл шықса да сенде осы тұра береді. Еш бәле қыламайды. Осын жаздырып тұр, айтқан кезде кіріп. Осыны тап. Дизлайк бастырып тұрсай. Нені? Дизлайк, ана ерде 100 тұр ғой, сенде 178 деп тұр ғой, соны ше 100 лайк қосай, сенің нең күшті болады да.
бүкіл адамдар көреді сені. Лайк баса бер. Ойбай, лайк басыңдар, қыздар, лайк басыңдар дейді. Лайк басып жүріңдер. Ол қанша лайк болу керек? 100 болу керек. 178 деп тұрмын менде. Болды что, әдемі ғой. Ол әдемі ма? Все, қыздареке, рахмет. Подарка қойып қойса, Мына 32 плюсыңды декі әр не қанда 32 плюс басып отырыңдар де, ана сәкеңе ұқсап банға кетіп қалмайсың. Сәкең 32 плюсті басыратады ғой. Банға кетіп қалма не ол кісі? Иә, банға кетіп қалып қайтаттан не қылған. Анандай да, модераторы тыға бергенде, тыға берсе де болмайды екен. Кім? Шығарма, баспа сен. Олардың бәрін кейін тықпа, түне таман шарпса оларды. Банға өзің кетіп қаласың, олар тықпа.